Сәлем баршаңызға, қош келдіңіздер менің каналыма. Сіздермен бірге болатын ләззат. Біз бүгін өте дәмді, өте жұмсақ, қолжетімді заттармен жасалатын тоқаш пен шелпек жасаймыз. Бізге керек заттарымыз: жылы суымыз, шекеріміз, дрожжымыз, ұнымыз, сүтіміз қажет. Ең алдымен біз жылы суымыздың үстіне сүтімізді құйып, тұзымызды, шекерімізді, дрожжымызды салып, жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Ұнымызды да біртіндеп салып отырамыз. Ұнымыздың барлығын бірге салуға болмайды. Біздің тоқашымыз бен шелпегіміз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан біз қамырымызды өте жұмсақ қылып ашытамыз. Қамырымызды осылай жақсылап, жұмсақ қылып илеп аламыз. Қамырымызды осылай жақсылап қолдың көмегімен илейміз. Қамырымыз илеп болған екен, қолымызды ас майымен, яғни пісте майымен қолымызды кішкене майлап, қамырымызды 2 рет 3 рет қайтарып, қайтадан осылай бір ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен немесе пакетпен бетін жауып, 40-45 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз 40-45 минуттан кейін әдемі болып осылай көтеріледі. Көтерілген кейін қайтадан қолымызды сұйық майға жағып, қамырымызды осылай қайтарып аламыз. 2 реттен тура осылай қайтарып алып, бетін тағы пленкамен жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған екен, қамырымызды бөлек ыдысқа осылай қойып қоямыз. Өте жұмсақ, әдемі болып көрініп тұр. Қамырымызды осылай жайып аламыз. Бірінші жет шелпегімізді жайып болған екен, бауырсақтың қамырын жаюға кірісеміз. Бауырсақты өзіміз әрқайсымыз әртүрлі қылып кесеміз. Әркімнің өзінің қалауы. Мен тоқашты, яғни осылай кесіп аламын. Тоқашымды кесіп болғанға дейін біздің бұл жақта майымыз дайын тұрады. Ыстық майымызға тоқаштарымызды біртіндеп салып, алдын жақсылап қызартып аламыз. Өзімнің арнайы тоқаш пісіретін осындай затым бар. Осымен алғанға өте оңай. Сіздер де осындай затпен қолдансаңыздар болады. Әрқайсысын осылай тоқаштарымыз осылай пісіріп аламыз. Енді кезекте шелпегімізді де осы ыстық тұрған майға салып аламыз. Бірінші астын пісіріп, яғни көтеріліп атқанда осындай вилканың көмегімен ортасын тесіп аламыз. Біздің тоқашымыз бен шелпегіміз дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді, көзге де әдемі көрінеді. Дастарханға да өте керемет болып қойылады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Егер де сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Өте әдемі. Шаймен өте керемет кетеді. Сіздермен болған мен Ләззат.